Сәлем, қалайсыңдар? Бүгін әдебиеттік оқу сабағының 79-шы сабағы бізді мазалаған сұрақтар. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Алғашқы тапсырма сұраққа жауап бер. Бірінші суреттегі сұрақтардың қайсысына жауап бере аласың дейді. Сұрақтарды оқып көрейік. Ғарышқа не үшін ұшады? Доп неге шар сияқты ұшпайды? Құстар қалай ұшады? Ұшуды кім ойлап тапты? Енді сұрақтарға жауап береміз. Яғни бұл жерде өздерің неше сұраққа жауап бере аласыңдар, соны өз ойларыңмен жазсаңдар болады. Ал менің ойымша бұл сұрақтардың жауабы былай болады. Ғарышқа не үшін ұшады? Ғарышқа ғарыш денелерін зерттеу үшін ұшады. 2. Доп неге шар сияқты ұшпайды? Себебі доп шар пішіндес болғанмен оның салмағы ауыр және ол тығыз дене, сондықтан ол ұшпайды. Ұшуды кім ойлап тапты? Ұшуды американдық ағайынды Уилбер мен Орвилл Уайт ойлап тапқан. Бұл сұрақтың жауабы келесі мәтінде де бар, сол жерден алсаңдар да болады. Құстар қалай ұшады дейді. Құстар жаратылысы ұшуға ыңғайлы, қанаттармен, денелерінің кішілігінің арқасында ұшады екен, яғни олар жеңіл келеді және қанаттары тығыз орналасқан қауырсындардан тұрады. Ал енді есте сақтап алайық. Біз бүгін Александр Романович Беляев жайлы танысатын боламыз. Ол 1884 және 1942 жылдар аралығында өмір сүрген ғылыми фантастикалық романдар жазған орыс жазушысы. Оның «Қос мекенді адам» атты кітабы су астында өмір сүре алатын адам туралы болған. Бұл фантастикалық роман бойынша көркем фильм де шығарылған екен. Есімізге сақтап, ойлап жүрейік. Ендеше бүгінгі мәтінімізді бастаймыз. Адам ұшуды қалай үйренді? Биікке түтін ғана емес, жылу ауа көтерілетін адамдар ерте кезде ақ байқаған. Алғашқылардың бірі болып жылы ауаны ұшу мақсатында пайдаланған ағайынды француздар монгольферлер еді. Олар мата мен қағаздан әуе шарын жасады. Оны жылы ауамен толтырған кезде әлгі шар қалқи жөнелді. Ол 500 метрдей биікке көтерілді. Бұл оқиға 1783 жылы болған. Ағайынды жігіттер бұл шармен түрлі жануарларды ұшырып көріп, содан кейін өздері де ұшты. Яғни суретте көріп тұрғандарында ең алғашқы жасалған әуе шары және де кейіннен Леонардо да Винчидің жасаған шары және де ғалым Менделеевтің суреті тұр. Яғни осы кісілерден кейін ал француз ғалымы Шарль әуе шарын ауа, жеңіл газ сутегімен толтырды. 10 минут ішінде шар 1000 метр биіктікке көтерілді. Осыдан кейін ақ әуе шарларының аспанға ұшуы жиілей бастады. Оны аэростат деп атады. Бірақ мұндай шармен ұзақ ұшуға болмайтын еді, себебі ол ескен желдің еркінде болатын, ал адамдар қайда барғысы келсе, сол жаққа ұшуды көкседі. Әуе шарын қайткенде басқарылатын етіп жасауға болады. 19 ғасырда орыс өнертапқышы Архангельске желкенді қайық сияқты жоғарыда көтерілгенде жиналып, төмендеген кезде жайылатын қанаты бар әуе шарының жобасын жасады. Бұл механизмді бу қозғалтқышы іске қосатын еді. 15 жыл өткен соң өнертапқыш Соковин аэростаттың қаңқасын жұмсақ емес, қатты, ерекше қатырма қағаздан жасатты. Аэростатқа 2 рөл бекітілді. Оның бірі жерден көтерілуіне, ал екіншісі әрі-бері бұруға арналған. Бұл жадиды ұшу аппараттары неге ұқсап келе жатыр? 1875 жылы орыс ғалымы Менделеев 11 шақырымға дейін тіпті одан да жоғары биіктікке басқарылатын аэростаттың жобасын ұсынды. Мұндай биіктік адамға ауа жетпей қалмау үшін ішіндегі ауа сыртқа шығып кетпейтін арнайы бекітілетін кабина жасауды да ойластырған еді. Оны 1 шақырымға одан да жоғары биіктікке ұшатын осындай аэростат стратостат деп аталды. Дирижабл басқарылатын аэростат, бірақ онымен ұшу әлі де қауіпті еді, өйткені оның ішкі қабатын жұқа матадан жасайтын. Оны сәл ғана ұшқыны лап ете түсетін сутегі газымен толтырылатын, сондықтан өте қауіпті еді.
Кейбір адамдар қанат байлап биік жерден секіріп те көрді, кейбіреулер ауада қалықтады да. Осылайша қанатты бірақ қозғалтқышсыз ұшу аппараты планер пайда болды. Алғашқы планердің үлгісін атақты суретші Леонардо да Винчи жасағаны белгілі. Ал ең алғашқы планер өте қарапайым еді. Олар батпырауыққа ұқсайтын, мүмкін сен оның қалай ұшатынын байқаған шығарсың. Планердің небір түрі жасалды. Олардың сынар қанаттысы, қос қанаттысы, үш қанаттысы де триплан бар. Дегенмен планер өзің әуеде демейтін ауа толқынынан жылдам ұша алмады. Ал адам желден де ұшып мыңдаған шақырым жерді шарлағысы келді. Мәтінге қысқаша түсініктеме айтатын болсақ, түсінік айта алмайтын балалар үшін мысалы былай жаттаса болады. Яғни алғашқы ұшу планерін, яғни ағайынды жігіттер ойлап тапқан екен, яғни олар от жаққанда түтіндердің жаңағы оттың төбеге қарай ұшып кететін байқап, арнайы шар жасап оған жаңағы оттың ауасын жіберу арқылы ауаға ұшырады. Бірақ та ол ең алғашқы ойлап тапқан нәрсе болғандықтан ол 500 метр ғана биіктікке ұшады. Яғни осы нәрсе пайда болғаннан кейін жайлап ол ғылым дами бастайды да, одан кейін басқа кісілер шығып, оған енді түрлерін өзгерте бастайды. Яғни келе ол әуе шарының бейнесі жайлап, қозғалтқыш мотор қойып, басқара алатын етіліп, қазіргі тікұшақтардың бейнесіне жақындап келе берді. Олар пайда болған сайын олардың яғни аттары өзгере берді. Яғни басында аэростат, тағы да басқа сияқты аттар қойылды. Қазір мысалы бізде тікұшақ деген сияқты, Енді ең алғашқы пайда болған әуе ұшақтары біріншіден аз биіктікте ұшатын, екіншіден басқаруға келмейтін, яғни желдің өскіні қайда алып барса, сонда ғана ұша алатын болды, Ал кейіннен олардың матасын өзгертті, жайлап адам отыратын жерді кабинка етті. Себебі ауаның жоғарыға көтерілген сайын адам ол ауада дем ала алмайтын еді. Солай, яғни адамдар осы ғылымды дамыта берді. Одан бөлек адамдар әуе ұшуынан басқа планер деген нәрсені ойлап тапқан. Ол яғни жай ғана бір адамның ұшақ жоғарыға шығып төменге қарай қалқып құс сияқты төмендеуі, Бастапқы ойлап тапқан әуе шарлар өте қауіпті болды. Бірінің яғни басқарғышы жоқ. Біреуі тек қана жел арқылы көтеріледі. Ал кейінгі шығарылған яғни сутегі арқылы қозғалатын ол кезде, яғни ол өрт шығып, сол ауада жарылуға алып келу мүмкін еді. Мәтінді байқасақ, яғни қазіргі біздің тік ұшақтың пайда болуына осыншама, яғни неше түрлі шығармалар, адамдардың ойлап тапқан істері себепкер болған екен. Яғни жайлап оларға оңалту жүргізу арқылы қазіргі жетістікке жетіп отырмыз. Сутегі дегеніміз ең жеңіл газдың түрі, ал көксеу дегеніміз армандау. Енді сұрақтарға жауап береміз. Ұшу аппаратын жасаған кезде ғалымдар қандай кедергілерді байқады? Біз демалатын ауа, оттегі туралы не айтылған? Біріншіден, әуе шарын жасауда бірінші кезде аз уақытқа және жел есуіне тәуелді ұшу кедергі болды, және бұл әуе шары ұзақ ұшуға арналмаған, себебі кейіннен басқара алу үшін арнайы газбен отпен басқарып отырды. Ал ол қауіпті, себебі жоғарыда орналасқан мата жұқалау болғандықтан кез келген сәтте лап етіп өртеніп кетуі мүмкін еді. Ал екінші сұрақ, яғни мәтінде біз демалатын ауадан, оттегіден сутегі газ жеңілдігін айтылған. Сутегінің анықтамасы жаңа айтылды. Сутегі яғни өте жеңіл газдың түрі. Және мәтіннен біз адам баласының, яғни демалатын ауасы көкке ұшқан сайын, яғни тарылатынын байқай аламыз. Төртінші тапсырма, мәтіннің жанрын анықтаңдар дейді. Ертегі, әңгіме, мысал, танымдық мәтін. Бұл мәтінде баяндалған іс-әрекеттер, яғни өмірде болған ғылыми деректер, ақиқатқа сай анықтамалар, бұл ертегі болуы мүмкін емес.
және де мысал ретінде де айтуға болмайды, яғни мысал, әңгіме, ертегі бұл үшеуі сай келмейді. Неге? Себебі бұл нәрселер өмірде, яғни жай ғана айтылып қана қоятын, болмаса өмірде тіпті болмаған нәрселер айтылады. Бұл мәтін танымдық мәтін, әңгімемен шатастыруларың мүмкін, бірақ әңгімеде, яғни бір сәттегі сәттегі әңгіме диалог түрінде болмаса баяндау түрінде айтылу керек еді. Бірақ бұл жерде тарихи ашылулар және бір емес бірнеше ашылулар, ақиқаттар, деректер келтірілген. Бізді яғни таныстырып жатыр, сондықтан бұл танымдық мәтін. 5-ші сұрақ. Әуе шарының суретін дайындап безендіріңдер, оған ат қойыңдар, суреттегі ұшу аппараттарын сипаттаңдар дейді. Яғни әуе шарымен жаңағыдай танысқандай, оның астыңғы бөлігінде адам тұратын жер және де төбеңгі бөлінде матадан тігілген үлкен көлемді зат тұрады. Оны пішінін қалай саласыңдар, ол өздеріңе байланысты дизайндарыңа. Енді бұларға ат қойыңдар дейді. Мысалы, біріншісі доп тәріздес, екіншісі қауын секілді, бірақ түсі шұбар ала, үшіншісі зымыранға ұқсаған әуе ұшағы, ал төртіншісі шырша ойыншығы секілді әуе ұшағы. Енді сендер өздерің неге ұқсаттыңдар, қандай нәрсеге ұқсаттыңдар, аттарын сендер қалай қоюшы едіңдер, яғни ұқсаған нәрсеге ұқсатып қойсаңдар болады, және тағы да басқа. Қорыт, яғни 6 армандар оңай орындала ма дейді. Бүгінгі заманда ұшақ, тікұшақ болмаса, адам үшін қандай қиындықтар болар еді? Енді жауап берейік, армандар оңай орындала ма? Жоқ, әрине, орындалмайды. Ол өте үлкен шыдамдылықты, еңбекті талап етеді. Мысалы, әуе ұшағы да кезінде адам баласына мүмкін емес армандай болған. Оны орындауға бір емес бірнеше ғалым бар ғұмырын арнаған. Сол үшін армандарың үшін соңына дейін бару керек, соңына дейін күресу керек. Ал қазір бізде егер тікұшақ болмаса, адам баласы өзге елдерді көруі қиындайтын еді, тіпті арман болып қалушы еді, және уақыт үнемдей алмау, және де тағы да басқа кесірлері көп. Сендер ұшаққа жиі мінесіңдер ме, мініп көргенсіңдер ме, және адам баласы қандай мақсатта ұшаққа мініп тұрады, яғни бір жерден бір жерге тез жету үшін, және болмаса саяхаттау үшін. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.